Заброшка. Заброшка дегеніміз қараусыз қалған ғимарат немесе тастанды қала. Жалпы ютубта ютуберлер түсірген заброшка туралы қорқынышты видеолар бар. Бүгін біз сіздерге топ 5 сұмдық заброшкаларды көрсететін боламыз. Сонымен кеттік. Жас жұбайлар қараусыз қалған үйге келеді, және онда не істеп жүргендері белгісіз. Бір кезде оларға бір адам жақындай бастайды, бірақ ол кім екені белгісіз. Жігіттің ойынша ол адам наркоман немесе маньяк болуы мүмкін. Тихо. Что это было? Что-то есть. Эй! Кто здесь? Эй! Ты кто? А? Там кто-то есть. Прячемся. Тихо. Быстрее. Бұл жігіт қараусыз қалған ресейлік зертханаға келеді, және ол видеоның соңында біреуді кездестіреді, бірақ автор кімнен қашқаны белгісіз. Я постоянно слышу какие-то непонятные звуки. Такой свет лучше. Еще мне нужно. Блять. Ой, блядь! Ал бұл ютуберді танитын боларсыздар. Дима Маслеков қараусыз қалған психиатриялық ауруханаға барып видео түсіреді. Және Дима жалғыз өзі келе жатырғанда, оның алдына біреу басын шығарып, тығылып үлгереді. Осыны көрген Дима шошығаннан бір орында тұрып қалады. Және видео ешқандай жалған емес деп ойлаймын. Только материал с первого здания, где были руны, там все ощущение, как будто...
четкий черный образ, который просто ушел за... Квачик Ванкуля? Следы от снизу. Квачик Ванкуля? Мен бұл видеоны түсіне алмадым. Жай ғана қараңыздар. Сейчас посмотрю. Пошли! Вырубил! Лёха! Сюда! Где Паша? Здесь проходи. Машину открой. Ты чё, вырубил? Закрой дверь. Чё это, блядь, было? Я еле нашел камеры. Чё за... Как в фильмах. Ты что, его вырубил? Даже не понял, что произошло. Ты что, его вырубил? Проход ноги сделал, там я даже соображал. Камеру только искал. Сонымен достар, видеомыз аяғына жетті. Егер видео ұнаса, лайктарыңызды басып, арнаға тіркеліңіздер. Бүгінге осы, келесі кездескенше аман, сау болыңыздар.